2030-2050 деп қанша бағдарлама құрып, министрлерді ауыстырсаң да, ештеңе өзгермейді сен орныңда отырғаныңда. Өйткені көрсең де көрмегендей түр жасайсың қазақты баспанасыз қаңғып жүрген, білсең де білмегендей түр жасайсың қазақтың жағдайын сумпайызды несиеге батып кеткен. Ие бола алмасаң тағайындаған 16 министр мен 16 әкіміңе отырсың неменеге? Қартайып уәдең есіңнен шықты ма 2000 жылдың желтоқсанында кетем деген? Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Жетеренде көтеріл қазақ, ұйқыға кеткен ұлт жоғалады. Немесе ұйқыдан тұрғанда ерлер құлға, әйелдер күнге айналады. Жеріңнен айылсаң, тіпті тілдесің де, діндесің де кетеді теріс қарап. Қазаққа шынайы жаны ашитын тек қазақ, анау қазақ емес жүрген орысша сайрап. Саған жаны ашитын ұлтым мен жерім үшін жаным пида деп тұрған нағазақ.